Ал, қайырлы күн достар. Мынау Nexi, Daewoo Nexi автокөлігі су атылып кеткен болатын. Сөйтіп капотты ашып қарадық. Тройник деп айтылады, мынандай. Қазір ескісін көрсетем, бұл жаңа негізі, осыны салып жатырық қой. Осыны салып көрсетем, қазір қалай салатынын, қалай қойылатынын. Неке ар жағын қатырып алдық қой, бачок жақын. Новыйын салып жатырық, ескісі анау. Ескісі көріңіздер жерде жатыр. Сол кетіп қалыпты, сынып кетіпті. Бұл пластмасс болған біріншісі, қазір мынау алюминиевый енді. Осыны көрем боламыз енді, жаңасын қалай болатын. Қазір мына патрубканы қатырып қойдым, міне троникке 3 патрубканы жалғап қойдым, өзінің орнына қойдым. Құдай қаласа машина оталып, уже кетіп бара жатқанын түсіремін да қазір. Осындай жағдайда осылай ауыстырсаңыздар болады. Қазір су құямыз, су құямын, тексеремін, оталдырамын. Мынау датчиктерін жалғаймын, ауа өткізгіш фильтрін қоямын. Видеоның соңында саламын барлығын реттеп. Барлық жағын жалғап қойдым. Қазір енді суын да құйдым, тасол құйдым. Енді қазір оталдырып көрсетеміз. Ne? Başta otalt dur. Su ешқандай қашып тұрған жоқ, қашып кетіп жатқан жоқ су. Міне су. Ауа шығып жатқан жоқ, кішкене су, үстіне су қосып жіберемін қазір, болды сонымен. Осылай ауыстырып алуға болады.